Саламатсыздар ма, білім алушылар? Сіздің назарыңызға дәріс 9. Карантиндік арамшөптер мен карантиндік шаралар. Қарастырылатын сұрақтар. Карантинді объектілердің таралу жолдары. Ішкі және сыртқы карантин мақсаттары. Енді сабақ карантиндік объектілердің таралу жолдары. Карантиндік паразитті арамшөптер қатарына кіретін осындай түрлері: жөргемшөп немесе егістік арам сояу, кускусты арвения, биде арам сояу, кускусты трифоли, зығыр арам сояу, кускусты эпителинум. Бұлардың барлығы да арам сояулар тұқымдасына жатады. Бұлар паразиттер қатарына жататын арамшөптер болып саналады. Ал тамыр паразиттік арамшөптер қатарына күнбағыс сұңғыласы, арабанхе хуманна, бұтақты сұңғыла, арабанхе рамосы. Бұлар сұңғыла тұқымдасына жататын бір жылдық карантиндік арамшөптер болып саналады. Паразиттік арамшөптерге бөтен қожайын өсімдіктер арқылы қоректенетін өсімдіктер жатады. Паразиттер арамшөптер қатарына. Өздерінде жасыл жапырақпен тамыр жүйесінің болмауына байланысты мұндай өсімдіктер өздігінен қоректене алмайды. Бұларды бұлай классификацияға болады. Паразит арамшөптер, толық паразиттер, тамыр және сабақтары бар. Жартылай паразит арамшөптер, тамырлар, сабақтылар деп аталады. Бұларға ажылдықтар жатады. Толық паразиттілерге эфемерлер, рантәрізділер, жаздықтар, ерте шығатындар. Жартылай паразиттікте қатарына жатады. Кеш шығатындар, қыстап шығатындар, күздіктер, 2 жылдықтар. Ал енді көп жылдықтар көбінесе тұқымын аздап, негативті жолмен көбейетіндер деп атауға болады бұларды. Бұлар шашақ тамырлар, кіндік тамырлар. Негізінен негативті жолмен көбейетіндер тұқымымен нашар көбейеді. Пиқтылар мен түйнек тамырлар, жатаған өрмеушілер, көген тамыр сабақтылар, атпа тамырлар, баданлылар. Кен таралған паразиттік арам сояу мен сұңғыласының арасында басты айырмашылық олардың қоректену тәсіліне. Жартылай паразиттік арамшөптерге тамыр жүйесі және жасыл жапырақты бар, өз бетінше қоректене алатын арамшөптер жатады. Сабағы жіңішке, бұтақталған, жапырақсыз, тез өседі. Тұқымы сопақша, дөңгелек, әртүрлі ірілікті, өте көп, қабығы бұдыр. Тұқымы өсуін топырақта 5 жылға дейін сақтайды. Арам сояудың көптеген түрі белгілі. Көбінесе бедене, жоңышқаны, картоп, қант қызылшасы, зығырды, қауынды ластайды бұл түрлері. Ал сұңғыла сабағы төменнен жоғары қарай жуандайтын, тік тұратын, биіктігі 40 сантиметрдей болатын, жапырақ орнына көптеген қабыршақтармен қапталған, сабақтың жоғарғы жағында антоцианмен боялған гүл шоғыры болады. Тұқымы өте ұсақ, шан тәрізді. Көп болады. Көбінесе күнбағыс, қызанақ, темекіні ластайды. Күрес шараларына тұқымды сапалы түрде тазалау, ауыспалы егісте дақылдарды кезектестіру, егістің арам сояуымен ластанған бөлігін өртеу, терең аудара жырту.
сұңғыламен ластанбайтын, оларға қарсы тұру қабілеті күшті сорттарды өсіру. Тиімді гербицидтерді қолдану. Үлкен немесе көктемгі сылдырмақ. Тамырлы, жартылай паразиттік арамшөп болып саналады. Сабағында бұрыл сия көк түсті белгілері бар. Биіктігі 15-40 см аралығында. Гүлдері ірі, масақта жиналған сабақ, тамырында қожайын, өсімдікке жабысатын гаусториялары бар. Тұқымы шар тәрізді, қара сұр, ұзындығы 5 мм, ені 3 мм. Мың дәнні массасы 2 грамм. Мамыр-шілде айлары аралығында гүлдейді. Бір өсімдік 350 мен 700 тұқым береді. Тұқымның тіршілік сақтау қабілеттілігі 2-3 жыл. Көгіні 1 ай жарым, ал осы 1 ай жарым ішінде қожайын өсімдік таппаса, тіршілік қабілеттілігін жоғалтады. Егістікте әртүрлі дақылдарды ластайды, көбінесе күздік, астық тұқымдары мен көпжылдық шөптерді және жайылымдарда кездеседі. Жартылай паразиттік арамшөпке бұдан басқа осындай түрлерді жатқызуға болады. Қандауыр, көздәрі және тағы да көптеген басқа түрлері. Енді ішкі және сыртқы карантиндердің мақсаттары. Өсімдік карантині мемлекет аумағын немесе оның жеке бір бөлігін карантинді аурулар мен зиянкестер және арамшөптердің таралуынан сақтау үшін ұйымдастырылады. Осыған байланысты ол сыртқы және ішкі карантині болып екіге бөлінеді. Сыртқы карантиннің негізгі мақсаты еліміздің аумағын карантиндік маңызы бар нысандардан қорғау. Осы мақсат үшін шет елдермен шекаралардағы арнайы бекеттерді елімізге әкелініп жатқан өсімдік өнімдерінің дән, жеміс, жидек, орман және жеміс ағаштары, сәндік дақылдардың көшеттері мен тұқымдары және тағы да көптеген басқа заттар барлығы осы карантиндік тексеруден өтуі тиіс. Оларды басқа елге тасымалдау үшін арнайы карантиндік сертификат болуы қажет. Карантиндік нысандардың бірі байқалған жағдайда барлық жүк зарарсыздандырылады немесе жойылып жіберіледі. Ал жіберілген елге қайтарылады. Әр мемлекет үшін карантиндік нысандардың тізімдері жасалынып бекітіледі. Қазақстанда оларға бунақденелерден колорадо және капр қоңыздары, камсток құрты, қант қызыл біте, американдық ақ көбелегі, аурулардан үндік қара күйесі, күріштің бактериоздары, жүгерінің гельминтоспориоздары, арпаның сарғыш қуыршақтануы, қашқаргүлдің бұйралануы, ал арамшөптерден жататын осындай түрлері. Бұл деген көбінесе осындай түрлері жатылады. Сары шырмауық, кекіре, жабайы күнбағыс және тағы да көптеген көп түрлері. Ішкі карантиндік негізгі мақсаты біздің республикамызда кездесетін, бірақ әлі аса кең тарала қоймаған зиянды нысандарды жою және әрі қарай таралуын шектеу. Карантин шараларын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өсімдік қорғау және карантин департаменттігі өсімдіктер карантин туралы заңды басшылыққа ала отырып жүргізеді. Сондықтан карантинді объектілерді басқа елге тасымалдау үшін арнайы карантиндік сертификаттары болуы қажет. Карантиндік нысандары байқалған жағдайда
барлық мына жіберіліп жатырған жүк зарарсыздандырады немесе жойылып жіберіледі. Ал енді немесе жіберілген елге кері қайтарылады. Әр мемлекет үшін карантиндік нысандардың тізімі жасалынып бекітіледі. Жаңа біздер енді аталып кеттік, біздің елімізде қандай түрлері кеңінен таралған және осы тізімге кіретін түрлері. Өсімдік карантині мемлекет аумағы немесе оның жеке бір бөлігін карантиндік аурулар деп және зиянкестер деп арамшөптер деп таралуын сақтау үшін ұйымдастырылады. Енді жаңа айтып кеттік, осыған байланысты сыртқы және ішкі карантин болып екіге бөлінеді карантин. Ал енді сыртқы карантин негізгі мақсаты бізде енді еліміздің аумағын карантиндік маңызы бар нысандардан қорғау. Енді осы мақсат үшін шет елдерден шекаралардағы арнайы бекеттерде елімізге әкелінетін жатқан өсімдік өнімдерін барлығы карантиндік тексеруден өткізу қажет. Осындай шараларды біздер жүргізіп тұру керекпіз. Назарларыңызға рахмет. Дәріс аяқталды. Сау болыңыз.